Сәлем достар, бүгін біз Жұлдыз Әбдукаримованың «Ажырасам» деген фильміне қысқаша шолу жасап өтеміз. Бұл кинода Жұлдыз Аружан есімді өте мықты, өзінің үлкен бизнесі бар аруды ойнайды. Оның тұрмыс құрғанына 3 жыл болған, бірақ күйеуі Санжар екеуінің арасында әлі бала жоқ. Санжар әйелін қуанту мақсатында 3 жылдықтарына арнап оған тосын сый ұйымдастырып жақсы отырыс жасайды. Аружан өзінің компаниясында директорлық қызметін атқарады. Ол барлық жұмыстарын реттеп, өз қол астындағы жұмысшыларына тапсырмаларды беріп болған соң, оның хатшысы келіп, оған алдында тапсырған анализдері дайын болғанын және дәрігер оны өзінде күтіп жатқанын жеткізеді. Аружан құрбысы Майра екеуі жақсы жаңалық күтіп, мүмкін бала көтерген шығармын деп, соған дәмеленіп ауруханаға барады. Бірақ Аружанның қуанышы үстіне су сепкендей басылып қалады. Себебі дәрігер оған лейкемия диагнозын қойып, өмір сүруіне 2-3 ай ғана қалды деген өте қайғылы хабар айтады. Бұндай жаңалықты күтпеген Аружан не істеп не қоярын білмей, бір жылап алып, өзінің жұмыс орнына қайта қайтып келеді. Майра жақсы жаңалық болады деп дайындалып отыр екен. Бірақ ол да Аружанның түрін көріп, оған не айтарын білмесе де, қолынан келгенінше қолдау көрсетуге тырысады. Аружан ары қарай не істеу керек екенін ойланып, құрбысына әзірге ешкімге ештеңе айтпауын сұрайды. Ол барлық хабарды Санжар мен енесіне өзі жеткізгісі келетінін айтады. Үйіне келсе, Санжар тағы да тосын сый жасап қойған екен. Олардың көңіл күйін бұза алмай, жаман жаңалықты ол күні айта алмай қалады. Аурудың басты белгілері шығып, мұрнынан қан ағып, құсып жүргенін Санжар байқап қойып, оның аяғы ауыр екен деген ойға келеді. Ертесінде Санжар фермаға келіп, Майра мен оның күйеуі Айдосқа кіндік әке-шеше боласыңдар деп қуанышты хабарын жеткізеді. Ал Майра мен Айдос аң-таң болып, олар да оған еш нәрсе айта алмай қалады. Құрбысы Аружанға келіп, екеуі сөйлесіп тұрғанын хатшысы естіп қояды. Ол кейін Аружан кетіп қалған соң Майраға келіп, анонимный клуб жайлы айтып береді. Ол клубта ылғи ракпен ауыратын адамдар өзінің сырларымен, бастан кешкендерімен айтып бөлісіп отырады екен. Сол жерден Аружан бір қыздың оқиғасын естіп, енді Санжар оны өзі тастап кететіндей етіп жасау керектігін ұғады. Енді Аружан, Майра, Айдос үшеуі Санжардың көңілін қалдыруды жоспарлайды. Олар қалай да болсын Санжар Аружанды тастап кетуі керек деп, қолдарынан келген бар ақылдарын ортаға салып, барлық амал тәсілдерді орындап шығады. Санжардың шешесіне әдейі дөрекі сөйлей бастайды. Оның сүйікті машинасын бұзып тастайды. Қолдарынан келгенін барлығын жасап, одан нәтиже шықпаған соң, енді Аружан Санжардың көзіне шөп шауы керек деген шешімге келеді. Тіпті бала да одан емес деп айтады. Осы амалдан кейін Санжар мен Аружан ресми түрде ажырасады. Аружан кешірім сұрап, соған істеген істерінің кінәларының ақысы ретінде барлық бизнесті Санжардың артына жазып беріп, екеуі айырылысып кетеді. Кетер алдында Санжардың барлығын қайта бастайық деген ұсынысынан Аружан амалсыз бас тартып кетіп қалады. Майра мен Айдос барынша қолдарынан келгенше Аружанға қолдау көрсетуге тырысады. Тіпті Айдос шашын да тақырлап алып тастайды. Арада 4 айдан астам уақыт өтеді. Майра мен Айдос құрбыларының тексеруге соның үйіне келеді. Үйіне келсе, үйінің іші астан-кестен шығып кеткен, үйіне бомждар қаптап, мусор толып кеткен екен. Олар Аружанды қайта дәрігерге қаратпақшы болып, оны бұрынғы дәрігеріне алып келеді. Бірақ ол мекеме мүлдем жауып, көшіп кеткен екен. Олар басқа дәрігерге келіп тексеріледі. Ол дәрігердің айтуынша Аружанда барлығы жақсы. Оның айтқанына сенбей, не жыларын, не күлерін білмей, Аружан мен Айдос орындарынан тұрып кетеді. Аружанның ендігі ойы Санжарды тауып, оған барлығын түсіндіріп, барлық нәрсені өз орындарына қою керек болады. Аружан үйін сатып, достарымен бірге Санжардың артынан Черногорияге ұшып келеді. Ұшақта Майра
аноним клубындағы қызды көріп сөйлесіп өтіп кетеді. Олар аэропорттан шығып таксиге отырады. Бірақ таксист орта жолда машинаны тоқтатып, өзі противогаз маскасын киіп, машинаның ішін газға толтырып тастайды. Үшеуі бірдей ұйықтап кетеді де, орман ішінде байлаулы күйде және бастарына мешок киюлі күйде оянады. Ұстап әкеткен адамдар оларды өлтіріп, көміп тастамақшы болып жер қазып жатыр екен. Осы жағдайды пайдаланып, үшеуі ақырын орындарынан тұрып, төбелесіп, бүйтіп, әйтеуір дегенде қашып кетеді. Сол бандиттердің ішіндегі бастығы сымақ әйел оларды үшеуін жіберіп алғаны үшін атып тастайды да, енді сол аружандардың артынан өзі аңди бастайды. Үшеуі әрең дегенде трассаға жетіп, көлік тоқтатпақшы болады, бірақ ешқандай көлік тоқтамай қояды. Жаяу келе жатқандарында бір ескі прицебі бар машина тоқтайды. Олар соны пайдаланып, қалаға жетіп алмақшы болады. Орта жолда әлгі әйелді көріп қойып, соның машинасындағы багажниктерін алып, қаша жөнеледі. Аружан мен Майра канатпен қашып, Айдос болса қайықпен қашып, әлгі әйелден әрең дегенде құтылып, бұрын жасап қойған отельдеріне келіп дем алмақшы болады. Барлығы артта қалды екен деп, үшеуі өз бөлмелеріне тарап кетіп еді, кенет Аружанның есігіне біреу келіп тоқылдатады. Есікті ашып қалып еді, әлгі әйел екен. Аружан екеуі төбелесе кетеді. Екеуі алпарысып жүріп, стенаны жарып, Майра мен Айдостың бөлмесіне бірақ кіреді. Енді үшеуі бірге жабылып, әлгі әйелді әрең дегенде жеңеді. Енді олар Санжардың қазіргі қызына ұсыныс жасайын деп жатқанын естіп, солардың мейрамханасына қарай бет алады. Мейрамханаға оларды тізімде жоқ деп кіргізбей қояды, бірақ олар музыкантпыз деп кіріп кетеді. Сол мейрамхананың ішіндегі барлық адамдарды Аружан танитын болып шығады. Сөйтсе барлығы Санжардың ісі екен. Олар жақсы спектакль құрып, Аружанның байлығын тартып алған екен. Осыны білгеннен кейін, қалай екені белгісіз, Аружан жындыханадан бірақ шығады. Фильм достары Аружанды құтқармақшы болып келген жерінен аяқталады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздерге қандай киноны қысқа шолу жасау керек екендігін комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.